Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі биология сабағымызда сіздермен шеңберге жиналу арқылы бастағым келіп отыр. Алдарыңызда тілек ағашы. Осылардың әрқайсысын өздеріңіз қалаған бөлімдерін ала қойыңыздар. Енді осы ағашта бөлімдерінде артында сіздерге арналған тілектер жазылған, және мотивация жазылған. Кімде қандай сөздер берілген оқиықшы? Мен саған сенемін. Ой, керемет. Жақсы маман иесі бол. Мен сенімен мақтанамын. Осындай жақсы тілек арқылы бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Қане орындарда отырамыз. Ендеше балдар, осы өсімдіктің таңдаған бөліктеріңіз арқылы топқа орналаса ойыңыздар. Бірінші топ сабақ, екінші топ жапырақ, үшінші топ гүл. Қазір аударайықшы. Мінекей қараңыздаршы, мына тілек ағашында тек қана тамырдың суреті ғана қалды, қалған бөліктердің барлықтарын сіздердің қолдарыңызда алып қалдыңыздар. Енді осы тамырды мен қайтадан өсіріп, өсімдікті шығарып алуым керек. Бүгінгі сабақта біз өсімдікке қажетті элементтерді білу арқылы өсімдіктің өсуін біліп, маңыздылығын түсіндіретін боламыз. Яғни бүгінгі тақырып дәптерімізді ашып алайық. Өсімдіктерде макроэлементтердің тапшылығы тыңайтқыштар. Яғни сабағымыздың мақсаты осы сіздер арқылы осы өсімдікті толық өсіп, жетілдіріп, жақсы нәтижені алып жемісін көру. Біз өткен сабақтарда білеміз, бүгінгі қоректену дегеніміз не екенін таныстық. Бұл өсімдікті қоршаған ортадан неорганикалық заттардың сіңуі, олардың өзгеруі және тыныс алу, өсу, көбею процестерінде пайдалануы. Енді тыңайтқыштар жалпы шығу тегіне қарай екіге бөлінеді: органикалық және биорганикалық немесе минералды деп атаймыз. Қоректік элементтің болуына қарай азотты, фосфорлы және калийлі болып бөлінеді. Агрегаттық күйінен сұйық, қатты болып бөлінеді. Енді осы өсімдіктің өсуін білу үшін біз бейне көрсетілімге назар аударайық. Құрамындағы көптеген биологиялық молекулалардың маңызды компоненті. Ол сабат, діңгек пен өсімдік жапырақтарының өсуіне септігін тигізеді. Нені көрді? Өсімдікке қандай жағдайлар жасалуы керек екен? Қандай элементтер қажет екен? Күн сәулесі қажет екен. Сонымен азот элементі өсімдіктің қай жеріне пайдалы? Сабағына, сосын жапырағына. Ал фосфор жемісіне береді. Ал калий жақсы. Ендеше бүгінгі топтық жұмысты бастаймыз. Яғни алдымызда жүйкесі әдісі арқылы өсімдіктердің 3 топқа 3 түрлі тапсырмамен оқулықпен жұмыс кітапты ашамыз. Бірінші топ, яғни өсімдіктерде азот, калий және фосфордың жетіспеуі туралы оқимыз. Екінші топ, тыңайтқыштардың түрлері. Үшінші топ, тыңайтқыштардың өсімдіктер үшін маңызын айтамыз. Жақсы ма? 3 минут уақыт беремін. Оқып, сосын ортадан топ басшысын сайлаймыз. Сол топ басшысы арамызда талқылап алайық сол тақырыпты. Содан кейін келесі топқа айтып береді. Бірінші топқа органикалық және минералдық тыңайтқыштарды ажыратамыз. Екінші топ дұрыс жауаптардың номерін 3 бағанға бөліп жазамыз. Үшінші топ өсімдік мүшелерінің әсерін жазамыз. Дұрыс па? Қарап отырайық. Мочевина. Жақсы.
Халиде тамырына яғни әсер етеді. Ал топыраққа енгізу мерзімі жаңбырдан кейін енгізген дұрыс. Фосфордың айтқышына бізде жемістердің массасы артады, жемістердің пісуі тездетеді, жатады. Дұрыс па балдар? Ой, керемет, жақсы қалса отыра қойыңдар. Жеке жұмыс Word платформасы арқылы алдымызда сәйкестендіру тесті берілген. Соны орындаймыз. Ол үшін бізге міндетті ұялы телефон керек. Ұялы телефондарымызды алуға болады. Одан кейін QR-код арқылы түсіріп, сол тапсырманы орындаймыз. Алдымызға QR-кодты береміз, соны түсіру арқылы тапсырма шығады. Соған кіреміз. Сонымен балдар, бүгінгі сабақта, яғни өсімдіктерді жақсы өсу үшін бізге көптеген элементтердің қажет екенін білді. Сондай-ақ тыңайтқыштардың маңызы зор екенін білді. Ендеше бүгінгі сабақты жақсы түсінген болсақ, кері байланысымызды беріп, бағана берген өсімдіктің бөлімдері бар емес пе, бөліктері, соның артынан өзіміз фломастермен жаза қояйық, келіп қайтадан өсімдігімізді өсіре қояйық. Яғни ағашымызды қайтадан орналастырып, өсімдігімізді өсіріп алдық. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.